Сопылық тариқатқа қарсы болсаң, дінің толық болмайды. Пайғамбарымыздың әйгілі хадисінде дін толық болу үшін ислам, иман және ихсанның керектігі айтылған. Ал кейін келе ғұламалар жағынан ислам дегені шариғат, иман дегені ақида, ихсан дегені сопылық тариқат яғни тасауф болып аталынды. Онан шариғат 4 мәзһаб, ақида 2 мектеп, сопылық тариқат 41 тармақ болып белгіленді. Бірақ олардың барлығы тонның ішкі бауындай өзара іштей жалғанып, кемел діннің шарты болды. Сондықтан дін толық, иман берік болу үшін оларға бірдей еру керек. Шариғат исламның сыртқы амалдарына қатысты болса, ақида сенімді көзқарасты білдіреді. Ал сопылық тариқат исламның жүректі тазалауға арнайы көңіл бөлетін саласы. Мәселен, тек шариғат ұстанып, сопылық тариқат ұстанбайтын адамдар көбінесе пасық, екі беткей, суайт, тәкаппар, сенімсіз келеді. Себебі ол адамда жүрек тазалығы жоқ болып, тек сыртқы бейнелік құлшылық амалдармен ғана қалды. Сопылық арқылы жүрекпен ниет тазалығын жүргізбеді. Шариғат исламның денесі болса, сопылық тариқат исламның жаны, демек сопылық тариқат жоқ жерде тірі ислам болмайды. Сопылық тариқат дегеніміз ихсан тасауф ілімінің арнайы жүйеге түсіріліп, оңайластырылып қойылған нұсқасы. Ал қазіргі кезде шайх уағызшылар сопылық тариқат ұстанбайды, әулиелер жайлы айтпайды. Оларға көзқарастары теріс, сондықтан оларда рухани күш жоқ болып, тек құрғақ шариғатпен қалған. Исламда 41 сопылық тариқат бар, бірақ осы ақыр заманда шынайы рухани күш Нақшбанд тариқатында ғана қалды. Ал қалғандарында кәміл иршад қалмай, олар мына замандағы адамдарды алып жүре алмайды. Қазір игі ғұламалар азайып, олардың орнын тілі шешен білімі таяз уағызшылар басты. Әулиелер мен игі ғұламалардың сұхбатына көп көңіл бөл, әйтпесе дұрыс пен бұрысты ажыратудан қалып, ақиқатты қабыл ете алмайтын боласың.